адамдардың бәрібірде дұрыс көре бермейді. Кейбір адамдардың көру қабілеті нашар болады. Ең көп таралған көз ақауларының бірі алыстан көрмеушілік. Мұндай адамдарға алыстағы заттар бұлыңғырланып көрінеді. Мұнда адам фокустан тыс көзге жақын нысандарды көреді. Жақыннан көрмеушілік, керісінше адам фокустан тыс алыс жердегі нысандарды көреді. Жақын жердегі заттарды көре алмайды. Астигматизм көз алмасының шардан гөрі футбол добына ұқсас болатын бұрыс формасына негізделген көздің ақауы. Бұл көрген бейнелердің бұзылуына алып келеді. Қылилық дегеніміз, қараған кезде көз алмасының дұрыс орналаспауына негізделген көз ақауының бірі. Түстерді ажырата алмайтын көз ақауы дальтонизм деп аталады. Мұндай аурумен зардап шегетін адамдар көбінесе жасыл немесе қызыл түстердің айырмашылығын көрмейді. Ол адамдар мұндағы 26 санын көре алмайды. Алыстан көрмеушілік, жақыннан көрмеушілік, астигматизм және қылилық сияқты көз аурулары арнайы жаттығулар жүргізу арқылы және арнайы көз әйнектердің көмегімен түзетілуі мүмкін. Басқа аурулар хирургиялық емдеуді қажет етеді. Өкінішке орай дальтонизм сияқты аурулар түзетілмейді немесе емделмейді. Міне сондықтан, бұл аурудан зардап шегетін адамдар кейбір нәрселерді жасай алмайды. Мысалы, көлік жүргізе алмайды.